Урие Эдемова Айдын кечеде. Алиме evге насыл келип киргенini өзү да билбейт. Омузлары үстүндеги сантырач калын шалыны Жевайырдын аяк учуна быракты. Балалар анда деп этрафына бакынды. Тышталар, Сербер юклай, деди Жевайыр богок сеснен. Алиме кызына бакты, лякин эшиткен шейлери акында бир сөз айтмады, сусты. Ана кызлар акында бир şey эшитмедиңизби? Жевайыр яткан еринден сак элине таянды. Жевайыр тарсыкты, еринден тура жакылды, лякин бирден башы айланды, көзлөрү огундей караңгык чокты. Сусуп калды. Бираздан тез же түзелсем де, деди. Анасы оңа бакты. Сон не япар эдиң? Деди алчак сеснен. Бирде анда бармам. Хатижа аптеңни бу тилсизлер көтөклөгөнлөр. Аз калган өлмөгө. Не үчүн? Оглуну оларга куллукка бермеген, кайдадыр качырган. Жевайыр аз дудагын тишледи, түшүндү. Doğrusunu айтканда, мен о Шаматажы эр şeyге фарксыз баккан кадындан бөлө эшей умут этмеген эдим. Оз көйдөшлөр арасында ойле көрүнө экен. Көресиңби, фашистлер огунде өзүнүн насыл туткан. Өлүм алына келгенже көтөклеселер, юмук агызына ачмаган. Уларнын амансыз көтөгүнө даяна алмай бир şeyler айткан болса, менин чырагым янар эди. Жевайыр анасынын көзлөрүнө не үчүн дегенки бакты. Алиме яңылып бир şeyler качырганын аңлады. Көксүндө иманы, вижданы олган адам бул миллионларга яка туттурмаз. Бизим топурагыбызда кейф чатмак истеселер, ниетлерине етип оламазлар. Мында оларга зер зукум юттурурбуз. Бизге оларнын күрешмек үчүн ялныз хатижелердегил чытырман орманларыбыз, ташыбыз, топурагыбыз жардам этер. Алиме суба янында кесет үстүнө отурду, дивар ястыкларынын үстүнө ортулген бияз пешкирни элинен сыйпады, теринден кокус кечирди. Аптекадан ilaç алып кайтканда, анабы патлак коз эмирнин кызы ады Зульфиеми нейди шу? Onu da yalan yanlışımdı hatırlagan ki oldu. Dema ozunu көргенде акылына кетирип оламады. Дейжегим о мага Айше сени сураштырганын айтты. Лякин не үчүн кыдырганын билмейм, деди. Жевайыр бирден догурулду. Я деми не үчүн айтмадыңыз, деди өпкели дауышнен. Ким билсин оны? Хатижаны тушунуп эр şeyini унутканым. Ondan soň kadınçıknen laf etkende anabı tilsizler көрүндүлөр. Зульбия бирден сөзүнү кести, чарчабып кетти, мен артынан бакып калдым. Эртеси күнү Жевайыр өзүнү бираз ийи эс эттими, жокса япылажак ишлер жокму не эседе саба эрте турду. Анасынен берабер бир финжан чай ичер ичмес кайдадыр кетмеге азырланды. Хайрола балам, деди Алиме. Кызынын башында бири-бирине зыт келген 1000 түрлүү фикирлер доланса да, өзүнүн урдум дуймаз болуп көстөрмөгө тырышты. Жакшы да акылыма тушты, мага бүгүн сабадан экимге бармак керек эди. Алиме кызынасына айжы назарлар быракты. Бир өзүң баражаңмы? Деди раатсызланган алда. Элбет, бүгүн жакшыйм. Ondan soň elimde Alman hekiminin yazıp bergen retsepti бар. Мага да не керек? Dün yüksek sıcaknen sandırıklap yatkan kasta bir gecede sarımsak gibi oldu dese. Alime kızının kaçık çırayına, yorgun közlerine dikkatnen baktı. Tizlerin kaltırap ayak üstünde zorgen turasın balam. Bugün de yerinden kıvırdamay yatkan olsan.
Шымды эніне бойыңа созылып ята жақ бақыт дегілде ғалиба, ана, деді Жевайыр. Жевайыр шымды оңа, Хатижа апте қадар да болмайсын ма ана, деген кебі келді. Көзлеріні ашаға алды. Хасталықнен шақа етмек олмай балам, деді алчақ сесінен. Қыз күлімсіреді, барып анасын құшақлады. Епісіні аңлайым ана, деді қати сесінен. Әлімек қызының әрекетінден ве сонына шықмаған сөзлерінден япылажақ ішіні епсі бір япмақ керек деген мананы аңлады. Юрегіні жан дешет сарып алды, ләкин озы сұсты. Чешіт чаталы фикерлер алтында қызының чықып кеткенін біле дуймады. Елінде алманларының рұқсет намесі олғаны үшін Жевайыр қапы янында тұрған қадындан қол айлықнен қалат алып, госпитальге кірді, ләкин қызметте бұлынған палатаға оны яқын біле қоймадылар. Сенің достың анда балабан адамны бақа, деді оның яныдан кече атқан яш, постал янақлы толы мүчелі емшіре. Сенің менің кібілеріне анда кірмек дегіл, яқынлашмаға біле ясақ етелер. Нафлемында оны беклеп вақтыны кечірме, деді серт Давушнен, табанларынан полны думбыт ете беріп, ұзын коридор бойлап кетті. Жевайыр артынан бақаркен, кімніңдір? «Ей қыз, мұнда кел», деген сесіні ешітіп артына чевірілді. Амелият удасыны жиштырған қадын. Жевайыр оны яқшы таный. Олар Жевайыр мұнда келген күні бір қач саат бера-бер çalışқан еділер. Uzun boylu, iri suyekli, bileklері еркеклерін кекебі күчлі қадының маңлайындан тер ақмақта. Елінде қанлы бинт ве памуқ толы леген, сақ қолтығында да деми мүчеден кесіліп алынған балабан бір аяқ. Жевайыр тез-тез оның янына барды. «Мынавы легенні ал?» «Аяқ ағыр екен», о чырайына екшітті. «Қайда кеткеніңді білмесен, өйле ола аяғыңны шарт кесе алалар», оз башына бұдырданды қадын. Соңырам қайтлықнен ояқа бұяқа бақынды. «Әшеге келдің ма?» деп сорады алчақ сесінен. Жевайыр оның қолтығы түбіндеке аяққа бақып алды, дешетленді, ютқынды. Оның созыны таздықлар кебі башыны саллады. Қадын артына оғыне бақмай кетмекте еді. «Келдім, амма оның көрмекнің чәресі олма жақ ғалиба», деді. Қадын бір шей ешітмеген адам кебі сұсты. Қаршыдан келе атқан хирургны көргенінен адымларыны сықлаштырды. Елеріндекі шейлеріні азбарының бір четіндекі балабан демір яшикке атқанда, қадын Жевайырге жидди бақты. «Сен бүгін Айшені көрмегенже бір яққа кетме», деді эмир беріджі сесінен. «Мен о Асенің келгенін айтырым, демки ерде беклерсін». Үйлегеже Жевайырге бұл яшик янына да чоқ керелер келмек керек oldu. Үйледен сон есе бір тамам ұмытсызленді, чүнки бөлік мүдірі оның бір палатаның яралыларыны бақмақна авали еткен еді. Андай еш чоқ, баш көтермекнің чәресі жоқ. Яралылар пек ағыр. Епсі леш кебі серліп қалғанлар, бірінің аяғы кесілген, дигерінің елі, да бірінің кокус хафесі парчаланған. Палатаның емшіресі Жевайырның еліне бір кағытчық тұттырды, ойкен емшіреден иляч кетірмеге еберді. 5-6 шеше шынгенлік. Қыз оларыны құчағына алып кете атқанда, софа içінде үмітсізден Айшенен қаршы-қаршыға келділер. Жевайырны көрген Айшенің сия көзлері төгерекленділер. «Сақ селеметсің ма?» деді қайғыры жесесінен, чересі бірден жиделешті, «Сені маңа бүгін Алла еберді». Жевайыр бір шей айтмады, қызға диққатнен бақты. «Қайтқанда мені азбар қапы янында беклерсің», деді Айше ве озының палатасына кірді. Жевайыр Айше айтқан ерге барғанда орталық қарыңықлашып башлаған еді. Азбар içінде тена бір ерчікте тұрды. Бұл вақыт пек ач олып тізлері қалтырағанын есетті. Сабадан берлі ағызына бір шей алмағанын қатырлады. «Анам кім білсін насыл қасиветленедір», деп раатсызланды. Екі тарафы чечеклернен ярашықлы тар yolчықта бірі-бірінің артынан келмекте олған Айшенен амелиятханенің сайбесі пейда олдылар. Айшенің елінде бір шей жоқ.
Kadın Cevahirni көргенінен çantasını sağ elinden soluna ауыштырды. Lakin ikisi de toktamadı. Onun yanından ses soluksuz geçip kettiler. Azbar kapıdan çıkkan son da bayağı ергece bir-birine söz katmadılar. Ayşe'nin kadın birden burulup sağ taraftaki tar sokakka kirdiler. Cevahir olarının артından yetişmege aşıktı. Ogde kete yatkan Ayşe adımlarını serekleştirdi, çevirilip ardına baktı. Sonra toxtadı. Kadın ona yakınlaşır yakınlaşmaz çantasını açtı, içinden bir sarılı şey çıkarıp kızının eline tutturdu. Ozu kene yoluna devam etti. Bütün hareketler Cevahir için ciddi bir iş yapılganından delalet edi. Cevahir Ayşe'nin yanına barganından o elinde sarılı şeyini dostuna uzattı. Bunun içinde ilacılar, meditsina kedikleri var. Yani bizim adamlar için hava gibi gerekli şeyler. Evingizge alıp ket, lakin kimse görmesin, dedi. O gayet düşünceli edi. Dostuna bir daha bakıp aldı. Yarın işke ertecek iş var. Sağ tarafka buruldu, özlerinin evleri betke ketti. Bu vakadan son Cevahir'nin Ayşe Alman yaralılarına tırnakça içinde sadıklıkla hizmet ettiler. Cevahir evlerine sık böyle boğçaçıknen keledi. Alime birinci günleri kızının gospitalge isteknen ketkenine pek taciplendi. Sonundan onun sebebini anladı. Lakin kızına bir şey yasak etmedi. Balam muqaytu, dedi o, sabah kızını işke ozgarganda. Cevahir işten qaytып kelgенде, onun ne çekkenini o'zi biledi. Ayşe haftada bir ya da iki kere ularının evinde musafirlikte buluna ve akşamları Cevahir'nin ikisi 1-2 saatke qaydadır yok olup kete turganlar. Күнлерінің бірінде олар кене шөйле ақшам орталық қараңғылашқаннан екі қыз evden кезінтіге шыққан кебі кеттілер. Ләкин сабаға же қайтып келмеділер. Текмел шашмалаған Әлиме қапыдан пенжереге андан қапыға чапты. Янды, яқылды. Ләкин қызлардан бір түрлі хаберті бер олмады. Сен істесен башыңны ташқа ұр. Таң атты, күнеш доғды. Алименің evi көрінмес алев içinde қалды. Etraftakiler için ise dersin bir şey olmagan. Қолын komşularının esirlikteki hayatı öz yolunda ketmekte. Alime balalarını evden çıkmanız деп tenbiyeledi. Қалın santraç şalını omuzları üstüne bırakıp belki bir şey işitirim деп aşağı mahallege yol aldı. Lakin anda bir şey anlap olamadı. Hatta bazıları ona ters bakıp geçkenlerini duydu. O tekmil şaşmaladı. Yolunun ortasına çıkıp adamlar, koydeşlerim, benim balamda bir türlü kabahat yok. O büllür ki biter temiz, bu kelmeşeklerge hizmet etmekde gül, olarını yakıp yıkmağa, bu aziz toprak ve sizin için yaş canını feda etmege hazır, dep kıçıracağı geldi. Dostları ona daima, Alime senin tabiatın pek yaxşı. Nasıl vaziyeti özüңні tutmağa bilesin. Bizim gibi kızma taban degilsin, iradençelik gibi deydiler. Lakin koresin mi şimdi eli ayağı kaltıray. Özünü taygaq buz üstünde turgan gibi isete dersin, kıbırdadı, yıkılacak. Alime yukarı ve aşağı mahalleni biri-birinden ayırıp turgan gece kunduz toktamay akkan çeşmenin yanına bardı. İçinden çıkan ateş alevini söndürmege tırışkan gibi koş avuçlap salkın su içti. Çeresini silah ellerinden sıypadı. Yüreği azıcık tesellendi. Kaynatamlarga barmak gerek деп fısıldadı dudakları. Olar yaşagan sokak betke yönedi. Kaynata ve kaynana böyle vaziyetke ne der? İkisinin de çeresi morardı, sıyardı, sustu kaldılar.
Юқары маалеге кете атканда карт Айшелеринин эвине кирди. Атеш тушкен ерни яка. Айшенин анасы да янып кабырылып калган. Фикри даркак, акылыны ойнаткан адам киби кийик бака. О картны тааныганынан еринден сычырап турду, янындагы комшусуну элинен кенарга уйтеди. Асан эмжечигим, балалардан бирде-бир кабер кетирдиңизби деп кычырды. Сабадан бери сизге 10 кере барып келгендирим. Evde балалардан гайры кимсени рас кетирип оламадым. Карт ишинин гайет жидди болгонун шымдыда да зияде аңлады. Мындан тез кетмеге бир чарелер араштырмага ашыкты. Лекин эки жыбан кыздан окуну акшамга же бир кече кундуз да хабер тебер болмады. Дерсин ер ярылганда бу эки жыбан ерге кирген. Орталыкка кою караңгылык чөккенде башына агыр бела тушуп, кара матем ичинде калган киби сускан эвинин азбар капусы яваштан гыйт этип ачылды. Софа ичинде отурган адамлар бири-бирине бактылар. Асан карт таягын алып еринден турду, лекин о чыгып жетиштирмеди. Босага үстүндө Жевайыр пайда болду. Сачлары чубалган, антери йыртык, көзлөрү сөнүккен, череси мурарган. Капу ичинде көрүнген Азизе бирден токталды. Ичери кирмесини де, артына кайтмасыны да билмеди. Көз яшларынын суртей аткан Алименин каршысында өзүнүн не үчүндүр кабаатлы эсетти. Онун көз яшыны көрмектен коркамы, жокса... Азизенин акайы да балалары да янында. Бунун себеби бар эбет. Балалары да яшлар. Акайы исе кыйшып калган хаста адам. Уч агасы да жөнктө. Олардан бир түрлүү хабер тебер жок. Асылында исе оларнын учу да ватан үчүн курбан кетежеклер. Ниязинен Казим Акъярда элек олажаклар. Усейин исе Кавказда. Алиме уну көргенинен еринден турду, көз яшларыны сылды. Кир, Азизе, деди яваштан босагада үстүндө жасаретсиз турган кадынга. Юреклерimiz сигар кагыты кеби юкарып калды. Азизе башыны саллады, не деп онун көңүлүнө алмакны билмеди. Жевайырге сут кетирдим. Сыжак ичсе жакшы болор. Дүнкенден да калган эди. Бу тазе, шымды пышырдым. Жевайыр яткан еринден көтерилди. Оларнын экисинин де көңүлүнө алмак үчүн сутуну ичмек истегенин билдирди. Азизе Жевайырнын аяк учунда сет үстүнө отурду. Хастанын алыны хатырыны сурады. Асылында не үчүн киргенинин себебини айтып оламай чекишти. Афу этиңиз, деди акыр сону даяна алмай. Мен Асан эмжемнин сөзүндөн сизин мындан кетмек истегениңизди аңладым. Кыш кыямет күнү кайда ве не үчүн кетежек боласыңыз? Деди яныкла сеснен, языксынган алда. Алиме Азизеге бакты, теренден көкүс кечирди. Анда билмейм, лекин мытлак кетмек керек. Анавы Мелун баламнын якасыны колайлыкнен бирок жакка беңземей. Азизе ишинин асылын аңлады, сусты. Акшам башындан сепеле башлаган ягмур вира күчленди. Бүтүн кече токтамады, сабага якын да зыкарлады. Онун шулутусундан уянган Алиме чок вакытка же чаталлы дешетли түшүнчөлөр сыкындысы алтында булунду. Оглу Жаферден ялыңыз бир мектуп келди. Ана оны кече күндүз өзүнүн койнунда алып юре. Анда Жафер сол элинин ресимini япкан. Мектупну эле жазган ки дерсин жөнктөйдөгүлде yazılıkta tilde soylarının evinderi atlanmakta. Lakin er bir cümlesini anachığım sözünden başlay. Kocasından ise bir türlü haber yok. Yerde kardeşlerinin yanında yatkan Жевайыр rahatsız yuklay. Tosat bir şeyler ayta, bir taraftan diğerine çevirili. Sıcaktan tarsıkkan gibi yorganını çetke ütep taşladı. Sonra uşuse kerek, töşegi içinde toplandı.
Ана ерінден тұрып, оның үстіні ортты. Пенжере янына барып, тышқа бақты. Сачақлардан су ақмақта, күндіз деп ойлай ақса, бала чағанен қайда кетежеклер? Қызы Жевайыр комендантының элінде. Йылан ювасының ағзында тұрған чіпчекі бі. Оның ютмасыны беклемек керек ме? Ана, сізге не oldu, не үшін ұйықламайсыңыз? Жевайыр yorғанына сарылғаны алда төшегі içінде отырмақта. Әлме тесте созыны елге алмаға тырышты. Яғмұрның шуылтысындан ояндым, деді қарық сесінен. Юқым қачты. Енді тұрмаға вақыт oldu galiba.